Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін піскен еттен бәліш дайындайтын боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, тұз, айран немесе қаймақ, ұн және сары май керек болады. Екі жұмыртқамызды жарып, үстіне тұз, айранымызды қосып, ұнымызды електен өткізіп, және сары майымызды қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды әбден илеп аламыз. Және осы қамырды 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді бәлішіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Ұсақтап туралған етіміздің үстіне тұз бұрышымызды және капуста, сәбіз, картопымызды қосып араластырып аламыз. Холодильниктен қамырымызды алып, оны екі бөлікке бөліп жайып аламыз. Жайылған қамырымызды противеньге салып, үстіне салмасын салып, жайып шығамыз. Енді осының үстіне екінші қамырымызды салып, жан-жағын видеодағыдай түйіп шығамыз. Осы бәлішіміз әдемі қызарып пісу үшін үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Және бәліштің артық ауасын шығарып, үстін кішкене ғана осылай пышақпен тіліп қоямыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Міне арасы осылай толығымен пісіп шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.